Бүгін президенттің жолдауын баршамыз бір кісідей тыңдадық. Жылда күтетін өзгерістерге байланысты нақты мәселелер алға қойылды. Негізгі президентіміз айтқандай, шынымен де бүгін халықтың сана сезімі өзгеруде, мәдени кодымыз өзгеруде, халықтың құқықтық сауаттылығы жетілуде. Осы орайда енді елдің ішіндегі өзгерістер және сырттағы геосаяси жағдайдағы өзгерістерге қарай отырып, күнделікті мәселелерді шешумен қатар стратегиялық бағыт-бағдарды алдымызға қойып отыр. Ең назар аударатын дүниеміз енді үкіметтік емес ұйымдардың өкілі ретінде президент айтқан тапсырмалардың ішінен өзімізге қоғамдық бақылау деген бағытты таңдап алып отырмыз. Яғни бюджетті бақылау жөнінде, сонымен қатар жерді қайтару мәселелері, сонымен қатар денсаулық сақтау, сапалы білім беру, осындай бірқатар берілген бағыттар бойынша үкіметтік емес ұйымдар тарапынан қоғамдық бақылау және халықтың құқықтық мәдени жалпы сауатын арттыруға көптеген үлес қосу керекпіз дегенді түйіп алдық жадымызға.